Достар, сәлем, Let's Cook Edit арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үгілмелі, бірақ сонымен қатар қамыры жұмсақ асқабақ қосылған самса пісіреміз. Бұл рецепт қызық болса, оны соңына дейін қарап, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен самса қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа бір жұмыртқаны жарып, оған жарты шай қасық тұз, ерітілген сары май және қаймақ қосып, барлығын бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Енді осы сұйық массаға алдын ала елеуіштен еленген ұн қосып, қамыр илеуге кірісеміз. Менде мұнда 500 грамм ұн бар, оның барлығын бірден қоспадым достар, шамамен ұнның 450 граммын қолдандым. Мінеки достар, қамыр дайын болып қалды, ол жұмсақ және қолға жабыспайтын болуы керек. Дайын қамырды пакетке салып, мұздатқышқа шамамен 20-30 минутқа қоямыз. Ал салмасы үшін тартылған етке майдалап туралған пияз бен асқабақ, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және кориандр қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мінеки достар, қамырда дайын, ол осындай, яғни тым қатты болмағаны абзал. Енді достар, қамырды тең бөліктерге бөліп аламыз, мен 14-ке бөлдім. Және әр бөлікті осылайша домалатамыз. Мына бөліктердің бетін жауып, ал мына бір бөлікті оқтаумен жайып бастаймыз. Одан кейін салмадан молынан салып, дәл өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай самса тиюге кірісеміз. Соңында міндетті түрде самсаның бетіне жұмыртқа сарысы мен кішкене сүт араластырып жағуды ұмытпаңыздар. Және де самсаға қосымша әдемілік беру үшін қалауларыңша күнжіт себуге болады. Самсаны алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіреміз. Мінеки достар, осымен самса дайын, сырты кітірлек, бірақ жұмсақ қамыр, асқабақ қосылған, салмасы да керемет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, рецепт сіздерге ұнаған болса, маған алғыс айтудың ең жақсы жолы шын жүректеріңізден шыққан лайк және комментарий қалдыру. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.